осындай 5 түрлі сан тапқан ғалымдар. Енді біз бұның барлығын жаттау үшін қалай меңгереміз? Қарапайым өзіміздің күнде айнадан көретін бетімізбен жаттаймыз. Қараңыздар, ең көбін ашта бізде 2 миллион, 2 миллион бізде жануар деп тұр. Вот, ол сіздің 2 бетіңіз. 2 миллион жануар. Бір бетіңіз, екінші бетіңіз. Келесі қараңыздар, 2 миллионды сіз 4-ке бөліңіз. Ол сізде не шығады? Маңдай. Маңдай ол сізде өсімдіктер. 2 миллион 4-ке бөлсек, ол бізде 500 мың. 500 мың сізде өсімдік. 2 миллион жануар. Енді қараңыздар, саңырауқұлақ бұл сізде 100 мың. 100 мың ол бізде бір сан мұрнымызға кеп қоямыз. Соны қараңызшы, бізде мені қараңыз. Мұрнымыз бен шекеміз бізде кішігірім осындай саңырауқұлаққа ұқсайды. Вот, 100 мың бетіп қоясыздар. Потом, қараңыздар, 40 мың қарапайымды. Ол сіздің әдемі қап-қалың қара қасыңыз. Яғни 40 мың қарапайымды сіздің қас. Қанша көз бар адамда? Адамда 2 көз бар. Вот, 2 көзіңіз, ол сіздің бұнақ денелі. Вот, 1 көз, 2 көз. Хорошо? Сонда бізде қараңыздар, 2 миллион бізде жануар, 500 мың бізде өсімдік, 100 мың бізде саңырауқұлақтар, 40 мың қарапайымды, 2 миллион, то есть 2 мың, ол бізде бұнақ денелі. Қарапайым осындай бет әдісі арқылы біз сіздермен тірі ағзаның тұрсандарын жаттай аламыз.